Клевер болса бағдарламасына кіру үшін тіркелген нөмір жазу керек. Қазір үлгеретінде бір нөмір жазып жатыр. Яғни осы тіркелген нөмір бойынша қолданушының телефонына сол жерде Клевер пост деген бағдарлама орнатылады. Сол жерге өтініш жіберіледі. Телефонға кіріп порталға кіруге рұқсат етемін деп басу керек. Сол кезде ғана портал ашылады. Портал ашылған кезде статистикалық мәліметтер шығады ең бірінші. Яғни дүкеннің ішінде болып жатқан сауда саттық, қанша ақша түсті, не сатылды деген сияқты мәліметтер көрсетеді. Күнге, айға, жылға деп бөлуге болады. Экранның сол жағында негізгі мәзірлер тұр. Сауда мәзірі, яғни қандай тауарлар сатылды, сатылған тауарлардың чектері, қайтарылған тауарлардың чектері, ауысымдар, қашан смена жұмыс істеді ауысым, кім не сатты ол жерде түгел мәлімет осы жерде көрсетіледі. Одан кейін мысалы басқа бір мекеме счет жіберсе, счет сұраса, мысалы осындай тауарлар сатып аламын, ақшаны банкпен аударамын, маған счет жіберіңіз деп. Онда не осы жерде счет жасайтын мәзір бар. Яғни сұраған адамның реквизитін көрсетесіз, келісімшарт болса мына жерде келісімшартты көрсетесіз, сатып алған тауарды мына жерден алып белгілеуге болады, санын көрсетесіз. Одан кейін бүйтіп жүктеп аласыз. Яғни дайын құжатты жасайды бұл жүйе. Келесі мәзір сатып алу мәзірі. Яғни дүкен кез келген бір тауарды басқа бір жерден сатып алатын болса, тауарды сататын мекемені көрсетесіз мына жерден. Соның номенклатураны ашып, қандай тауарларды енгіңіз келеді, соны көрсетесіз. Содан кейін тауарды мысалы сатып алған бағасы бар ғой, 1000 теңгеден сатып алсаңыз, оны 1200 теңгеден сатасыз. Яғни пайыздық үстемақы 20%. Соны мына жерде көрсетуге болады бірден. Сонда бағдарлама автоматты түрде үстіне қосып жататын бағаны қосып шығарады. Сақтайсыз кез келген нәрсені. Содан кейін кез келген қаржылық операцияларды мақұлдау үшін рұқсат дүкеннің менеджеріне жіберіледі. Дүкеннің менеджері өзінің қосымшасы арқылы соның бәрін бақылап отырады. Келесі келісімдер. Яғни бұл жерде кез келген мекемемен келісімшарт жасауға болады. Реквизиттер шығады, мәтін шығады, сақтайсыз. Сондай аса қатты қиын ештеңесі жоқ. Келесі мәзір номенклатура. Негізгі мәзір осы ғой. Яғни дүкенге тауарларды қосу, өшіру, олардың есеп-қисабын жүргізу. Экранның оң жақ үстінде тауарды қосу деген батырма бар. Мына жерде мысалы кез келген тауарды қосуға болады. Егер тауар мысалы елдің бәріне бір әйгілі тауар болса, мына жерге қазір мысалы тауардың сканерлейін, штрих-коды. Тауардың штрих-коды сканерленді. Бұл жерде яғни тауар белгілі тауар болатын болса, бірден атау шығады. Бұл ұлттық тауарлар каталогымен интеграцияланған. Яғни қолмен енгізіп отырмайсыз. Жаңа мен сарыағашты сканерледім. Бірден ұлттық қордағы сарыағаштың штрих-коды бойынша GT19 деп мәліметтер шығады. Яғни сіздің мынаған енгізгелеп отырған сарыағашты таңдайсыз мына жерден. Таңдасаңыз бүкіл мәліметтері басқасын таңдап көріңізші. Міне сипаттамасы бәрі автоматты түрде толтырылады. Қанша дана деген сияқты бүкіл мәліметтер толтырылады. Бұл да осы таңдамасында мына жерде қосу деп басып қаласыз, тауарыңыз бірден қоса салады. Ешқандай қиындығы жоқ. Егер осы тауарға штрих-код басып шығарғыңыз келсе, мынаны басасыз. Мына жерде міне тауарды штрих-кодты басып шығаратын мүмкіндік бар. Яғни тауардың бағасы көрсетілген, атауы көрсетілген. Бірден аласыз да принтерге жібересіз. Принтер басып шығарады, содан осы штрих-кодты тауарға жабыстырып қойасыз. Сатылымға келгенде осы штрих-кодты сканерлеп тауарды сата беруге болады. Тауардың тізімін тауарды өшірсек керек жоқ, тауарды өшірген тауарлар корзинаға түсіп отырады. Автоматты түрде 60 күнде өздері өшіп отыратын болады. Тауарды экспорттау, импорттау, яғни тауардың тізімін экспорттап сақтап қоюға болады. Excel форматында. Және тура осындай қарқынмен дүкенде мысалы 2000, 3000, 10000, 20000 тауар сақталатын болса, барлығының тізімін осылай Excel-мен бірден қосымшаға жүктей салуға болады. Ары қарай кеттік. Тауардың ішінде суреттерін реттеу, сол сияқты жалпы тауарға қажетті функциялардың барлығы бұл жерде бар. Орнын реттеу, суреттерін көріп тексеру деген сияқты. Ары қарай кеттік. Тауардың категориялары, қосу, алу, жаңарту деген сияқты. Тауардың қалдықтары. Қандай тауардың, тауар бай қоймада қандай мөлшерде жатыр, сол барлығы осы жерде көрсетіліп тұрады. Қалай тауар сатылып жатыр, тауардың сатылу қарқыны қандай, сол бай көрсетіледі. Содан кейін корректировка дейді, яғни ревизия жасап, немесе қайтарымдар болса, осы жерден тауарларды қайтадан қабылдауға болады. Мысалы кез келген тауарды номенклатурада белгілеп. Содан кейін кез келген тауарды мысалы сынған, анау-мынау немесе бұзылған тауар болатын болса, баланстан осы жерден алып тастауға болады. Түкте қиындығы жоқ. Келесі қаржы деген ақпарат. Бұл жерде дүкеннің ішіндегі қаржыларды кассалардан шешуге болады. Мысалы бір кассадан екінші кассаға аудару немесе мүлдем шешіп алу деген сияқты. Кассаны толтыру деген операциялардың бәрін осы жерде жасалады. Кез келген қаржыға қатысты операциялардың бәрі дүкеннің менеджеріне жіберіп отырады. Менеджер өзінің қосымшасы арқылы рұқсат берсе ғана кез келген қаржылық операция іске асады. Содан кейін дүкен қарызға сатылады. Бүкіл беріліп жатқан қарыз алған адамдардың тізімі осы парақта шығып отырады. Бұл жерде көруге болады, қарыз алған адаммен WhatsApp-пен байланысуға болады деген сияқты. Келесі есеп мәзірі, сатылым, ауысым, кассалер, сатылып жатқан тауарлар бойынша бұл жерде есеп көрсетіледі. Келесі контрагенттер, дүкенге енгізілген мекемелер, оларды осы жерде жөндеуге болады, қосуға болады жаңадан. Одан кейін дүкеннің сатып алушылар, солардан клиенттердің атын енгізуге болады. Бұл енді автомат енгізіп отырады сатылған кезде. Жалпы тізім осы жерде көрсетіледі. Келесі мәзір интеграция. Бұл енді Каспи арқылы дүкеннің тауарларды сататын адамдар қызық болады. Бұл жерде ең бастысы дүкеннің ішіндегі тауарды бірнеше Каспи дүкенмен сатуға болады. Мысалы мына жерде бір Каспи дүкеннің аты тұр. Оны біз атын мына жерде өзгертіп қойдық, Каспи дүкен деп сақтадық. Енді келесі дүкенді қосайық.
келесі дүкеннің атын мысалы жаңа дүкен деп жазайық. Жаңа дүкен ID нөмірі деп жазсақ қойша жаңа дүкен жүзіне шықты. Ескі дүкеніміз не, жаңа дүкеніміз не. Жаңа дүкеннің кез келген жаңа дүкенді қосып, оған өзіне жеке тиесілі тауарларды белгілеуге болады. Яғни бір дүкеннің тауарын көптеген Каспий дүкендерге бөліп жеке-жеке шығаруға болады. Мына жерде кез келген Каспий дүкенінің тауарларын жеке-жеке әртүрлі Каспийге жүктейтін форматтар тұр. Қоймаларды белгілеу, барлық мүмкіндіктер осы жерде қарастырылған. Керек жоқ болатын болса, мына жерден дүкенді өшіп тастауға болады. Мен бір дүкенге айналды. Ары қарай басқару мәзірі, бұл жерде кез келген дүкеннің қолданушыларын осы жерге қосуға болады. 4 түрлі категория бойынша, яғни дүкеннің иесі өзінің бухгалтерлерін осы жерден қосылады, кассирлерін және курьерлерін осы жерден кіріп қосылады. Курьерді қосқан кезде курьердің атқаратын қызметтерін осы жерден белгілеп кету керек. Олардың алатын жалақысы есеп-қисабы осы жерде жүріп отырады. Болды, дүкеннің ішіне кірген кезде дүкенге тіркелген мекемені жазу керек. Содан кейін дүкен НДС-пен жұмыс істей ме, НДС-пен жұмыс істемей ме, осы жерден көрсетесіз. Сонда ол квитанциядан шығатын болады. Жаңа дүкенге Каспийдің смартпостқа тіркелсе, соның IP адрестерін осы жерге жазып кету керек. Сонда смартпост сымсыз болса дүкенге қосылады да клиентке счет жіберген кезде автоматты түрде шығып отырады. Болды, негізгі дүкеннің жұмысы осындай. Өте қарапайым, шағын бизнеске, өсіп келе жатқан орта бизнеске арналып жасалған, өте жеңіл. Алыңыздар, қосылыңыздар, қолданыңыздар. Содан кейін мысалы дүкенмен жұмыс істеген кезде дүкеннің әкімгері мына жерден көріп отырады, қандай келісімшарт бар екен. Бірден дүкенді мына жерден сканерлеп келісімшартты ұзартуға болады онлайн режимінде. Яғни ешқайда барып счет сұрап ештеңе қажет жоқ. Яғни программаны қолданудың ақысын осы жерден аударып отыруға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.